Амансыздар ма қымбатты көрермендер, оқырмандар, Астана Лайф подкаст каналында кезекті сұхбат. Біз бүгін не туралы айтамыз? Мәмс. Сіз медициналық әлеуметтік сақтау қорына ақша құясыз. Ол ақша қайда кетеді? Құймасаңыз қалай құю керек деген сұрақтардың барлығына жауап береміз. Бүгін қонақта әлеуметтік медициналық сақтау қоры, Астана қаласы, халықты ақпараттандыру және өтініштерді қабылдау бөлімінің басшысы Шынар Сатылханқызы. Қош келдіңіз. Қайырлы күн. Ең алдымен мәмс деген не? Осы сұраққа жауап берейік. Неге біз мәмс деп қысқартып айтамыз? Мәмс бұл міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру, яғни азаматтарға медициналық көмектің кеңейтілген көлемінде медициналық қызметтерді алудың әлеуметтік жүйесі. Яғни бұл жерде әлеуметтік жүйе болғандықтан сіздің үш шақты жауапкершілік болады. Бұл бірінші мемлекет тарапынан, екінші жұмыс беруші тарапынан және азаматтардың ортақ жауапкершілігі. Яғни бұл жерде үш жақтан жауапкершілік болғандықтан басты мәмістің қағидаттары үш шақты жауапкершілік және бұл жерде бұл мәміс жүйесі жинақтаушы сипатта емес. Яғни ол жерде сіздің және жарнаны аударымдар төлеген сомаңызға қарамастан мәміс жүйесінде егер медициналық көмек керек болатын болса, егер статусыңыз, мәртебеңіз сақтандырылған болатын болса, онда толық көлемде мәміс аясында медициналық көмекті ала аласыз. Бұл әлеуметтік жүйе болып табылады. Кез келген адам жұмыс жасап жатқан мекемесі оған айлығынан ұстап, осы қорға ақшаны аударып отырады, иә? Қазақстан Республикасының міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру, яғни мәмс туралы заңына сәйкес 2024 жылдан бастап бұл жүйе, яғни мемлекет тарапынан жаңағындай 16 льготный категория бар. Биылғы жылға 2026 жыл 1 январдан бастап, 1 қаңтардан бастап енгізілген өзгерістерге сәйкес 16 льготный категория бар. Олардың ішіне бірінші балалар 18 жасқа дейінгі, жүкті әйелдер, жұмыс жасамайтын, зейнеткерлер, яғни сондай-ақ жұмыс жасамайтын қандастар және мүгедектігі бар адамдар, осындай күндізгі оқу бөлімінде оқитын студенттер, сондай-ақ жаңағындай тергеу изоляторында отырған азаматтар, осындай 16 жеңілдік санатындағы азаматтарға мемлекет төлейді. Ал жұмыс беруші өзінің жұмыскерлері үшін өзі төлейді, 3% төлейді. Яғни жұмыскердің табысынан 3%-ын төлеп отырады. Және жұмыскердің табысынан 2% ұсталынып отырады, 2% жарна ұсталынып отырады. Және азаматтар, егер кімде-кім жеке кәсіпкерлікпен айналыспаса және жаңағы 16 жеңілдік санатына жатпаса және еш жерде жұмыс жасамайтын болса, онда ол өзіне ай сайын ең төменгі жалақы көлемінен 5%, яғни 85 мың теңге, 2024 жылғыдан бері өзгерісі 85 мың теңге ең төменгі жалақы көлемі, содан 5%-ын 4250 теңге төлеп отыруға міндетті. Сонда оның, егер 12 ай төленген болса, үздіксіз, онда оның статусы сақтандырылған болып табылады да, мәміс жүйесінде медициналық көмекті толығымен алуға мүмкіндігі бар. 103 шақыралады, жаңағы дәрігерге қаралады, анализін тапсырады, қажет болса ота жасауға да бұл мүмкіндік береді, солай ғой? Иә, бұл жерде 103 шақыру, яғни біз бұл жерде мәміс негізі медициналық қызметті алу 2 пакетке бөлінген. Бірінші тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі, бұл жерде статусың болса да болмаса да оған қарамайды, яғни шұғыл жағдайда жаңағындай экстрені да, шұғыл жағдайда 103 шақыру керек, немесе аяғын сындырып алып балаңыз далада ойнап жүріп, немесе қандай да бір жаңағындай оқыс оқиғаларға, немесе жаңағы ДТП-ға ұшырайды да машиналар. Сондай жағдайда бір шұғыл жағдайда медициналық көмек алу керек болса, сондай-ақ әлеуметтік ортаға маңызы бар аурулар, яғни туберкулез, жаңағы инфекциялық аурулар әртүрлі де, олардың бәріне статус қажет емес. Мәртебеңіз болмаса да, оны мемлекет тарапынан тегін медициналық көмектің кепілдендірген көлемі тарапында сіз медициналық көмекті тегін аласыз. Ол жерде статус мәміс мәртебесі қажет емес. 103 шақыру. Және жаңағы өзіңіздің мекен жайыңыздағы поликлиникаға барған кезде ол жерде бірінші ВОП-тың қабылдауында болу, ол жерде терапевттің, жаңағы педиатрдың қабылдауында болу, ол жерге мәміс мәртебесі қажет емес. Ары қарай тар бейінді мамандардың жаңағында эндокринолог, кардиолог, немесе офтальмолог деген сияқты ары қарай тар бейінді мамандардың қызметі, сондай-ақ ары қарай диагностикалық қызметтер, МРТ, КТ алу үшін сол жағдайларда ғана мәміс мәртебесі қажет болады. Егер жоспарлы түрде ары қарай емдеу. Ал шұғыл жағдайда және бірінші алғашқы медициналық көмек ол
тегін медициналық көмектің енді біз Астана қаласының тұрғындарына көбірек ақпарат беретіндіктен қазір енді Астанаға көшіп келушілердің де саны артуда, үйін ауыстырып, пәтерін ауыстырып жатқандар да баршылық, иә. Сіз мысалы Астана қаласына көшіп келдіңіз, кез келген адам, тұрғылықты жерге прописка дейміз ғой, отырдыңыз. Енді емханаға тіркелу керек. Осы жолды қарапайым тілмен түсіндіріп берсеңіз, не істейміз? Үйдің қасындағы емхананы іздейміз бе? Жоқ әлде жаңағы елдің аузында жүрген үлкен жекеменшік клиникаларға қалай барып, қалай тіркелуге болады? Осы жолдарды түсіндіріп берсеңіз, иә? Өте жақсы сұрақ. Бұл қазір бізге күннен күнге миграция, Астана халқы өсіп жатыр. Бұл өте пайдалы жауап болады деп ойлаймын. Егер осы Астанаға бірінші рет келіп жатсаңыз, онда өзіңіздің жаңағы тұрғылықты мекенжай бойынша тіркелген жеріңізге емханаға барып, медициналық санитариялық алғашқы көмек көрсететін емханаға барып тіркелуге болады. Сондай-ақ, егер ол емханама ұнамайтын болса, егер де өзіңізге және жаңағындай үйге шақыртпаймын, өзім барып көрінемін дейтін болсаңыз, сізде жылына бір рет мүмкіндік болады. Ол компания прикрепление дейді, яғни тіркелу, яғни өзіңіз таңдайсыз. Осы бізбен қормен келісімшарт жасаған жаңағындай емханалармен өзіңіз таңдайсыз. Өзіңізге қай емхана ұнайды, мемлекеттік па, болмаса жаңағындай қормен келісімшарт жасаған жекеменшік жаңағындай нелер бар, емханалар бар, соны өзіңіз таңдап, осы бізде компания прикрепление, тіркелу компаниясы 1 қыркүйектен 1 қараша аралығында 2 ай жүргізеді. Сол кезде өзіңіз ЕГОВ арқылы өзіңіз заявка тастап, жаңағындай сол емханаға өзіңіз тіркеліп, сол жерде медициналық көмек алуға мүмкіндігіңіз бар. ЕГОВтың ішіне кіреміз. Қандай батырманы басамыз? Денсаулық сақтау батырмасын басып, соның ішінде прикрепление к организации оказания медицинских услуг. Сол жерден мекенжай бойынша бәрі шығады. Тіркелу туралы медициналық санитарлық алғашқы көмек көрсететін мекемеге тіркелу деген батырмасын басып, өзіңізге немесе балаңызға деген бар, соны таңдап, өзіңізге болатын болса, өзіңізге жаңағы емхананың атауын таңдап аласыз. Қай районда, бізде қаламызда 6 район бар, 6 аудан, соның ішінен Есіл аудан немесе Нұр ауданда, ол Есіл аудан болатын болса, қай емханалар 9-шы емхана немесе жаңағындай Сити, жанұя емханасы ма, қайсысы қажет, соны таңдап, сол жерден өзіңізге қарайтын участокты таңдап, жаңағындай өтінім жіберуге болады. Жылына бұл бір рет келетін. Демек, осы қыркүйекте алдағы қарашаға дейін мүмкіндікті пайдалануға болады. Егер ауысуға болатын болса, тіркелуге болса. 1 қараша мен 1 қыркүйек пен 1 қараша аралығында жылына 2 айға мүмкіндік беріледі барлық. Одан кешігіп қалса ше? Егер одан кешігіп қалатын болса, тек қана өзіңіздің жаңағындай тіркелген емханаңызға, өзіңіздің тұрғылықты жеріңізге қарайтын емханаға соған барып өтінім жасап, немесе онлайн заявка жіберіп, себебі сіз үйге тіркелгенсіз, сол ауданға қарайтын, сол территорияға қарайтын, сол жерде еміңізді алуға, жаңағындай медициналық көмек алуға мүмкіндігіңіз бар. Қазір енді көрермендер айтады, ой, ЕГОВсыз былай қол өзіміз барып аяқтай жеке куәлігімізді апарып берсек, бізді тіркейді ме? Регистратураға барсақ тіркелуге бола ма? Қазіргі кезде барлығы онлайн, яғни автоматтандырылған, цифровизация дейді ғой қазір. Сондай ғасыр болғандықтан өзі әр адам, әр жаңағындай халық, әр азамат өзінің ЭЦП электронды цифрлы қолтаңбасы арқылы өтінім беру керек. Демек, аяқтай барып тіркелуге мүмкіндік жоқ, қазір? Барып енді сұрауға болады, қай участке қарайсыз сіз, қай дәрігерге қарайсыз, соларды біліп алуға болады. И жаңағындай телефонмен, немесе жаңағындай ноутбукпен, үйден компьютермен өтінім беру міндетті. Енді қазір жастардың арасында, жалпы халықтың арасында мынандай пікір бар. Менің еш жерім ауырмайды, мен дәрігерге қаралмаймын, жылдар бойы емханаға бармаймын, мен бірақ ақша төлеп жатырмын, ол ақша сонда қайда кетіп жатыр деген сұрақтарды да сізден сұрасақ, ол ақша қорға түскеннен кейін қайда кетеді және қандай медициналық көмекті алып жатыр халық? Дұрыс, өте дұрыс сұрақ. Бұл жерде енді бұны біз бірінші дұрыс түсінуіміз керек. Бұл түскен қаржының барлығы жаңағындай мемлекеттен түсетін қаржылар бар, немесе жаңағы жұмыс берушіден түсетінді, жаңағы жеке кәсіпкер, жеке практикамен алысатын жаңағы кәсіпкерлерден түсетін ақшалардың барлығы, бұлардың барлығы ең бірінші НАО госкорпорация, мемлекет корпорация, правительственный граждан. Сол жердегі, солардың счетына жіберіледі, жаңағындай
зейнетақы қорлары, сондай-ақ әлеуметтік аударымдар, мына мәмс жарналарының барлығы сол мемлекет мекемеге түседі. Мынау дейді ғой, некоммерческий акционерлік қоғамға, а ол жаңағы мынау госкорпорация правительственных граждан ұлттық банктегі арнайы счет бар, мәмске арналған, сол жерге жібереді. Енді осы жерден, осы ұлттық қордағы арнайы счет бар, мәмске арналған, сол счеттан біздің қор медициналық ұйымдарға көрсетілген қызметтің ақысына төлеуге сол жерден жібереді. Яғни бізде ешқандай біздің мәмістің өзінің жеке счеты жоқ, бізге келіп түспейді, соны дұрыс түсінуіміз керек. Қарапайым тілмен айтсақ, мен мысалы 12 ай бойы, 1 жыл бойы мәмске ақша аудардым, жұмыс арқылы, жұмыс беруші арқылы. Бірақ ешқандай медициналық көмек, ішерім ауырмады. Бірақ мен құйған қаржы қажет кезінде, дер кезінде бәлкім анама, бауырма емделген кезде, немесе бір ота қажет болған кезде соған жұмсалды деп түсіндірсек болады ғой? Әрине, өте дұрыс. Мысал үшін, бұл бізде әлеуметтік жүйе болып табылады, және бұл жинақтаушы сипатта емес. Мысал үшін, сіз бұған қатысушы болып, бұл жүйеге кішкене төлем жасайсыз. Егер ертең сізге үлкен, мысал үшін, трансплантация, немесе әртүрлі замена тазобедренного сустава дейді, немесе замена коленного сустава, немесе әртүрлі трансплантацияларда жүрек ауыстыру, бүйрек ауыстыру, донорский әртүрлі, олардың барлығы өте бірнеше жүздеген миллион тұратын операциялар қажет болған жағдайда, сізге болмаса ертең бауырыңызға немесе ата-анаңызға керек болған жағдайда, осы ол кісінің төлемі аз ғана, мысал үшін, жаңағындай өз-өзінен төлеушілер ай сайын 4250 теңге ғана төлейді. Немесе жеке кәсіпкерлер оның табысына қарамастан 100 мың табады ма, жоқ миллион табады ма, немесе 100 миллион табады ма, тек қана тұрақты 5950 теңге ғана төлеп отырады. Соны бұл төлемдерін ешқандай жарналардың көлеміне қарамастан, оған медициналық көмек, жаңағындай үлкен КТ-МРТ аппарат, одан бөлек протоновая терапия дейді, сондай-ақ онкологиялық аурулар, онкологиялық аурулар, әртүрлі қымбат, жоғары мамандандырылған көмек, яғни высокотехнологичная медицинская помощь дейді, ВТМП, яғни әртүрлі операциялар жасау, немесе жаңағындай клетка нелерін, жасуша тіндерін ауыстыру өте қымбат медициналық көмектің барлығы, оның аударған жарнасына, төлеміне қарамастан оған толық медициналық көмек көрсетіледі. Яғни бұл жинақтаушы сипатта емес, сіздің өзіңізге керек болмаса, ертең сіздің бауырыңызға, ата-анаңызға, немесе туысыңызға керек болуы мүмкін да, соған барлық медициналық көмекті осы мәмс жүйесі төлеп беретін болады. Былай айтқан кезде адам жылына шамамен 50-60 мыңның айналасында аударады, сол ақша мысалы қажет кезінде 10 миллион тұратын отаға мысалы жұмсалып жатыр деген сөз ғой. Дұрыс, өте дұрыс. Мысал үшін, өзін-өз төлеушілер 4250 теңгеден мәртебе алу үшін 12 айға төлегенде, мәртебе алу үшін 12 ай төлемі болу керек. 51 мың теңге ғана төлеп, және мысал сахарный қант диабеті бірінші типпен ауыратын азаматтар мемлекет көлемінен 800 мыңнан аса теңгеге дәрі-дәрмекті тегін ала алады. Яғни осы жерде таңдау түсініп тұрсыздар да өздеріңіз. 800 мың теңге дәрі-дәрмекті платно алып емделгеніңіз дұрыс па? Немесе жаңағындай мәмс мәртебесін алып 51 мың теңгеге ғана да 12 ай алдын ала төлеп қойсаңыз болады. 4250 теңгеден ай сайын бөлек 12 айға төлеп, жаңағы дәріңізді тегін алуға болады мемлекет тарапынан. Сол үшін мәмс жүйесі бұл өте ыңғайлы дейсіз ғой, қажет. Енді тағы да бір халықты толғандырып жүрген сұрақтардың бірі, жаңа сіз тар мамандар деп айтып қалдыңыз ғой. Біз емханаға барғанда дәрігерге жазылу қиын, 2-3 айлап күтіп қаламыз. Бұл мәселені қалай шешуге болады? Сіздің пікіріңізді білсек. Бұл тар бейінді мамандарға бұл жазылу бізде қазіргі кезде бұл жазылуға, яғни кезектің көптігі бұл қалыпты жағдай, себебі шетелдің өзінде мен таныстарым бар, шетелде тұратын, біз алдын ала жаңағындай врачқа дейді, ақшасын төлеп дейді. Әшен ол шетелдің өзіне, мысалы үшін дамыған мемлекеттерде жаңағындай тарбийный мамандарға 2 ай бұрын жазылады екен. Ал бізде 2 аптаның көлемінде кезекті, соның өзінде бұл тарбийный мамандарға жазылу, кезек күту ол қалыпты жағдай. Егер де сіз диспансерлік учетта тұратын болсаңыз, диспансерлік есепте тұратын болсаңыз, мысалы үшін кардиологта да немесе жаңағындай
Иә, өкпе ауруына өкпе қатысты, ауруы туберкулезге немесе қатысты. жаңағыдай жүрек немесе бауыр әртүрлі тәрбиені мамандарда кезекте есепте тұратын болсаңыз, онда сіз жаңағындай ВОП врач, яғни терапевттің жазылуына бармай-ақ өзіңіз тікелей жазыла аласыз. Яғни Дамумед приложениесі арқылы өзіңіз тікелей жазылуға мүмкіндігіңіз бар. Және оны күту қалыпты жағдай деп ойлаймын. Себебі бізде бұл тәрбиемді мамандарды қазіргі кезде әртүрлі, яғни жаңағындай жәрмеңкелер өткізіп, сол мамандарды дайындайды, олардың барлығын шетелге жіберіп, қайта даярлау курстарынан, олардың біліктілігін арттыруға сол жаққа жіберіп, яғни қазіргі кезде мынандай қымбат нелерді, медициналық көмекті алу біздің шетелге бармай-ақ осы Қазақстаннан да алуға болады. Бірақ та егер мысалы науқас емханаға келіп, жағдайы ауыр, сырқаттанып тұрған болса, бөлім меңгерушісі де, басқа өзінің тұрақты дәрігерлері де тез өткізуге тырысып жатады. Солай ғой, мысалы квота алуға, квота алу үшін неге біз көп мамандардан тексерілістен өтеміз. Бұрын отаға жаңағы жіберілді ме тез жасайтын еді дегенде сұрақтар бар, иә? Бұл жерде бұны түсінуіміз керек, әр ненің өзінің протоколдары болады, яғни хаттамалары болады. Мысалы үшін, мына бір операция жасау үшін, жүрекке жаңағында ашық түрде операция жасау үшін, оның мына анализдерді, мынандай нелер керек деген сияқты, тексерістерден өту керек. Себебі ол жай не емес, жаңағындай жай ота емес, оған жаңағындай соны жасаған дәрігерлер, медициналық қызметкерлер жауапты. Сол үшін әр нозология дейді ғой, әр ненің өзінің, яғни медициналық көрсеткіштеріне байланысты өзінің нелер бар. Жаңа адамның өмірінің сақтығы үшін жасалатын шаралар деп айтсақ болады. Ертең ол жаңағындай пациент үшін отаға кіретін, оған медициналық қызметкер жауапты. Сол үшін оның барлық толық тексерілмен өткізіп алып, жаңағындай толық анализдерін жаңағындай барлығын алып, содан кейін барып отаға кіргізеді. Тағы да мынандай сұрақ, бұл сұрақ халықтың арасында да жүреді. Мен мысалы жылдар бойы төледім ақшамды, бірақ ешқандай ем алған жоқпын, бұл ақшаны қайтарып алуыма бола ма деген сияқты, иә? Жаңада айтып өттім ғой, бізде бұл міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры бұл жинақтаушы мақсатта емес, және бұл мен қайтарып аламын деген ол дұрыс емес. Бұл ортақ солидарная ответственность дейді ғой. Егер сіз болмасаңыз, мысалы үшін мемлекет тарапынан жаңағы 16 жеңілдік санатына төлейді, жұмыс беруші өзінің жұмысшыларына төлейді, және жеке адамдар өзіне өз төлеушілер және жеке кәсіпкерлер өздеріне төлейді. Егер сізге медициналық қызмет қажет болмаса, жаңағындай бауырыңызға немесе туысқаныңызға, айналаңыздағы адамға медициналық көмек керек, сол кезде оған жарнасының көлеміне қарамастан, яғни тек қана 4250 теңге төлеп отыр ғой, немесе жаңағындай 5000, ол жеке кәсіпкер тек қана 5900 теңге төлеп отыр деп қана соған ғана көмек көрсетілмейді. Жаңағындай 10 миллион немесе бірнеше миллиондаған қызметі толық медициналық көмек көрсетуге. Яғни оның жарналардың, аударымдардың көлеміне байланысты емес, толық медициналық көмек мәмс көлеміне көрсетіледі. Яғни жаңағындай қымбат операциялар немесе қымбат зерттеулерден, тексерістерден өту, соның барлығы толығымен көрсетілетін болады. Және оны жинақтаушы сипатта емес, бұл әлеуметтік жүйе болып табылады. Соны түсінуіміз керек. Енді мынадай сұрақ туындайды. Мысалы, сіз айттыңыз ғой, егер жеке кәсіпкер немесе жаңағы жұмыс беруші есебінен ақша төленбесе, өзі төлеуге болады. Оны кез келген банктың қосымшасы арқылы ай сайын төлеп отыруға болады. Бірақ кейде адамдар ұмытып кетеді, жылдар бойы салынбай қалады. Бірақ бір жер сырқаттанып қалды, 103 тегін келді дейік. Енді одан ары қарай ол сізге тексеріс керек, сізге бәлкім ота керек деген жағдайда 1 жыл, 2 жыл төленбеген жаңа әлеуметтік медициналық сақтау қорының қарызын бірден жауып, өзін жаңағы қорға тіркеуге мүмкіндік бар ма? Әрине, бізде қазір халыққа ыңғайлы болсын деп, қор барлық банктермен, еліміздегі барлық банктермен меморандум бар. Кез келген банктың медициналық ұйымға бармастан бұрын өзіңіздің статусыңызды тексеріп алуыңызға болады. Кез келген банктың Каспий, Народная, Freedom, Евразийский банк. Қай батырман басам? Кез келген банктың мобильный приложениесіне кіріп, госуслуги, яғни мемлекет қызметтер бөліміне өтесіз. Сол жерде статус осымыз, яғни мәмс мәртебесі деген батырма бар, соңғы жағында.
платежи бюджет деген бөлімнің ішінде. Мен де қарап жіберейін қазір. Госуслугиға кірдім. Ең соңғы предпоследний разделда. Қазір оны біз монтаж кезінде де көрсетеміз. Мына жерде проверка статуса застрахованности, статусыңыз, бұл жерде тексеру дегенді басамыз, автоматты түрде тексеру деген батырмасын басып, өзіңіздің вы застрахованы дейді. Яғни сіз сақтандырылғансыз. Осыны кез келген банктың мобильді қосымшасы. Яғни народныйда ол жерде народныйда өте ыңғайлы қылып жасаған. Яғни өзіңіздің отбасы мүшелеріңіздің де статусын, мәртебесін көре аласыз. Қандай емханаға тіркеліп тұрсыз? Мына госуслуга бөлімге народныйда және здравоохранение бөлімінде, мое здоровье бөлімінде, мына жерде қай жерде статусыңыз қандай, статус семей дейді, қай жерде тіркеліп тұрсыз, қандай диспансердің учетта тұрасыз ба, барлығы көрініп тұрады. Бізде барлық банктермен меморандум бар, және банктың бөлімшесіне барып жүрмей-ақ, жаңағындай комиссия төлеу керек қой, барып жүретін болса, мобильный приложение арқылы өзіңіз төлемдердің барлығын комиссиясы төлеуге мүмкіндік бар. Сондай жасап қойған. Осы жерде медициналық ұйымға бармастан бұрын менің айтарым кеңесім бірінші статусыңызды тексеріп алу керек. Және егерде қандай да бір айлар пропущено, төленбей қалған, 1-2 айлар кейбір кезде бухгалтердің несінен, қателігінен, немесе жаңағындай ұзақ мерзімді демалыс болған кезде 30 күннен артықты, сол 1 айыңыз төленбей қалған болса, онда сол 1 айыңызға ғана төлем жасап, мәмс мәртебесін алып, медициналық көмекті алуға болады. Енді сізден біздің көрермендерге 3 негізгі кеңес болсын. Уақытында медициналық сапалы көмекті алу үшін біз қандай қателік жібермеуіміз керек? Ол бірінші тіркелуіміз керек. Бірінші тіркелу керек медициналық ұйымға, жаңағындай алғашқы медициналық санитариялық көмек көрсететін медициналық ұйымға тіркелу. Екінші денсаулығынан немқұрайды қарамау, яғни уақытылы жаңағындай скринингтерді өтіп отыру. Бізде қазір скринингтердің барлығын тегін қылған, тегін қылған, онкологиялық скринингтерді тегін. 2 жылда өтетін скринингтер бар, 4 жылда өтетін диагностикадан, яғни ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде дейді ғой, сол секілді алдын ала жаңағындай өзіңіз скринингтерден уақытылы өтіп, алдын ала тексерістерден өтіп отырсаңыз, және мәмс мәртебесін, егерде жаңағындай статусыңыз, мәмс мәртебеңіз жоқ болатын болса, төлемдерді жасап, мәмс мәртебесін алып, осы медициналық көмекті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының, яғни әлеуметтік медициналық мәмс жүйесінде тегін медициналық көмектерді алуға мүмкіндік бар. Енді бұл болашақта алдымызда енді 2027 жыл келатыр. Ешқандай өзгеріс, жарнаның көбеюі туралы ешқандай ақпарат жоқ қой, бәрі бұрынғысынша қалады ма? Бізде 2024 жылдан бастап, яғни ең төменгі жалақы өзгеріссіз қалды, 85 000 теңге. Содан тек қана 5%, яғни өзін-өз төлеушілер үшін 4250 теңге бір жылға. Мәмс мәртебесін алу үшін 2 жыл, 3 жыл төлеудің қажеті жоқ. Яғни бір жылды қараймыз. Бір жыл ғана мәртебеңіз болатын болса, егер бүгін төленбеген, ешқандай төлем жұмыс жасамаған бірінші мәмс жүйесіне енді келіп тұрған болсаңыз, онда алдын ала, яғни алдын ала 12 айға төлеп қойып, 12 ай бойы статусын сақтандырып қоюға болады. 12 ай бойы сіз мәмс жүйесіне медициналық көмек алуға мүмкіндігіңіз бар. Сондай-ақ бұрынғы артқы кезеңге қарамайды, және жарналарды алдын ала төлеп қойып, жаңағындай мәмс жүйесінде медициналық көмек алуға мүмкіндігіңіз бар. Уақытында төлеп жүрсеңіз, уақытында тез медициналық көмек ала аласыз дейсіз ғой, Жақсы, сұхбаттың соңында көрермендерге тағы да айтар кеңесіңіз бар ма? Біз айтылмай қалған нәрселер, талқыланбаған дүниелер қалып қалған жоқ па? Айтар кеңесім осы мәмс мәртебесін уақытылы тексеріп, егер төленбеген жағдайда, қазір бізде заңға, мәмс туралы заңға сәйкес 3 жақты жауапкершілік, мемлекет жаңағындай 16 жеңілдік санатына төлейді, жұмыс беруші өзінің жұмысшыларына, және жұмыс жасамайтындар өзіне-өз, немесе жаңағы жеке кәсіпкерлер өзіне-өз төлеу керек. Осыны кез келген банктың мобильді қосымшасы арқылы мәмс мәртебеңізді тексеріп, егерде кейбір 1-2 ай төленбей қалған, жаңағындай жұмыстан шығып қалып арасында төленбей қалған айлар болады, немесе бухгалтердің қателігінен жаңағындай
аударыммен жарналарды қателесіп төлеп атады. Сондай жағдайлар болып қалған жағдайда сол төленбеген кезеңге төлеп жіберіп мәмс мәртебесін алып, немесе ешқандай бұл жүйеге енді алғаш келіп тұрсаңыз, онда алдын ала барлық жағдай жасалған, алдын ала 12 айға жаңағы 4250-ден 51.000 теңге ғана төлеп мәмс мәртебесін алып, медициналық көмекті осы мәмс аясында алуға болады. Мысал үшін, әшейін тар бейінді мына жеке клиникаларға баратын болсақ, әшейін тар бейінді мамандардың приемының өзі 15 мыңнан, 15 мыңнан жоғары 25 мыңға дейін бар. Амна 51 мыңға не алып да, мәмс мәртебесін алып, толық медициналық көмек, әртүрлі анализдер, егер медициналық көрсетілім бойынша, егер сізге тексерістер, диагностика қажет болса, диагностика, барлық анализдер тапсыру, жаңағындай тарбиімді мамандардың кеңесін алу, қажет болған жағдайда жаңағындай операциялар, қымбат операцияларға дейін жаңағындай медициналық көрсетілімдерге байланысты медициналық көмек алуға мүмкіндігіңіз бар. Сұхбат соңында айтарым, бұл бір-бірімізге үлкен көмек көрсету деген түсінікті қалыптастыруымыз керек. Яғни мен төлеп жатқан 4200 немесе 5000-нан аса сома, сіз төлеп жатқан сома осы Қазақстан Республикасының азаматтарының еміне, қажет кезде диагностика, зерттеу жұмыстарына, болмай жатса жаңағыдай үлкен көп қаражатты қажет ететін операция оталарға жұмсалады. Сондықтан уақытында, дер кезінде өзіңіздің емханаңызға тіркеліп, мемлекеттік медициналық әлеуметтік қорына уақытылы қаражатыңызды бөліп тұрсаңыз болғаны. Сізге рахмет, бүгін уақытыңызды бөліп келгеніңізге. Егер де өзгерістер болып жатса, егер де жаңағы төленетін қаржының көлемі ұлғаятын болып жатса, сізді тағы да осы студияда көреміз деген ойдамыз. Аман болыңыз, рахмет, сау болыңыз.